Біз сіздермен уже бір кадр алдық, наез бен атезді үйрендік. Қазір мен сіздерге бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Жай ғана наездің кадрымен әдемі видеоны қалай бір 7 секундтық әдемі видеоны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Білсеңіз, өткізе салыңыз бұны. Керек емес. Білмейтін нөлден бастап үйреніп жатқан біздің оқушымызға саған арналады. Мынандай нәрсе бар. Қазір біз сіздермен мынандай видео аламыз. Ол қарапайым. Бірінші оған бізге монтаж жасайтын программа керек. Монтаж жасайтын программаның аты CapCut, VideoLib, VN. Бұл курс барысында біз негізінен сіздермен CapCutпен жұмыс істейтін боламыз. Қолыңызды барлық қосымшаларға үйрете беріңіз. Ода тұрған ешқандай жамандық нәрсе жоқ. Біріншісі CapCut'ты ашамыз. CapCut ашылғаннан кейін сізге жаңа проект ашу керек. Мынаны жаңа проект ашасыз. Жаңа проект ашқаннан кейін біздің жаңаға түсірген видеомызды таңдаймыз. Ол мынау. Видеомызды таңдадық. Енді видеоның рабочий момент деген болады. Ең әдемі кадрын таңдап аламыз. Мынау видео особо монтажға әлі бас жетпеген адамдарға арналады. Пожалуйста, осыны қара. Монтаж қалай жасалынатын? Бізде запись. Бітін деген дыбыс. Одан кейін видеода іс-әрекеттің басталған жері. Видеода іс-әрекеттің бітейін деп қалған жері. И видеода іс-әрекет бітті. Ары қарай просто бір мусор кадрлар. Бізге не істеу керек? Монтаж дегеніміз мына запись басталып іс-әрекет, яғни іс-әрекет дегенде ол адамның жүріп бара жатуы мүмкін, камераның просто тұруы мүмкін, яғни мотор экшн дейді ғой, сол ең андай сладкий, ең әдемі моменті. Бізге видеодан алу керек та мына жерін кесу керек. Былай удалить етіп тастау керек. Одан кейін іс-әрекеттің біткен жері емес, іс-әрекеттің бітейін деп қалған жерін кесеміз. Яғни көбісі қателеседі, мына жерден бітіреді да. Мына мусорды алып тастайды да. И мынандай пайда болады көбісінде. Бұл негізінен қателік. Желательно іс-әрекет басталып, іс-әрекет бітейін деп қалған жерден сізге матч-каттан кесіп тастау керек. Идея, логика бізде осы. Мына жерден кесеміз. Видеомыздың мына жер бізде рабочий момент 17 секундтан ғана басталады екен. Мен соның үстінен басам 17 секунд. Мына жерде разделить деген кнопканы басам. Кестік. Керек емес жағын таңдаймыз да, мынаны өшіріп тастаймыз. Болды. Удалить. Мынаның соңында CapCut деген жазу шығады, оны да басып өшіріп тастаңыздар. Енді видеоның бастапқы іс-әрекет қай кезден басталады? Іс-әрекеттің басталған кезінен. Яғни менің былай артқа қарай жүріп жатқан кезім осы. Ең рабочий момент бізде бұл 4 секунд екен негізі. Тағы да кесемін. Мына ары қарай уже камера қуып кетті, төмен қарай түсіп кетті. 4 секунд аламда разделить кесемін. Арт жағын аламда бүйтіп таңдаймын, удалить деген мына кнопканы басамда удалить етемін. Бізде мынандай видео бар қазір. Енді видеоңызды аласыз да скорость деген кнопканы басып ақырындатамыз. Бұл ақырындату нормальный. Ақырындатуды 0.50-ге дейін түсірсеңіз болады. Ол ақырындатуды тағы да түсіруге болады, әрине 0.3, 0.2-ге дейін. Бірақ та онда мынандай видеоңыз былай болып қалады. Мындай бір плавность жоқ та, Чарли Чаплиннің киносын алып ақырындап тастасаңыз мынандай болады да. Бит. Мынандай болып секіріп атады да. Бізде осы нәрсе бізге керек емес. Ол болмас үшін 0.50-ге дейін ақырындату. Видеоны бұл ақырындатқанның бірнеше пайдасы бар. Біріншісі, видеоңызға тағы более стабильность қосылады, стабилизатор қосылады. Екінші, байқасаңыздар, видеоның артында дауысы бар. Оның видеоны таңдаймыз, громкость деген кнопканы басып, дауысын 0-ге апарып тастаймыз. Уже әдемі кадр бар. Енді келесі жасайтын шақ қандай? Фундаментіміз бар ғой. Бұл видеоға музыка қосамыз. Әдетте енді өзімнің досым керемет әнші Дархан Жүздің музыкасын алып қосайын. Өзім жақсы көремін. Бұрыннан бері мобилография бірден бастап осы жасап келе жатырмыз. Мысалы Дархан Жүз үйде. YouTube-тан мынау әнді таптым. Мына тұрған 3 нүктені басасыздар. Поделиться кнопкасын басасыздар. Бұл видеоның ссылкасын өзіңізге скачать етіп аласыз. Екінші, Telegram-ға кіресіздер. Кіргеннен кейін бізде бот бар. Бот скачать с YouTube деген. Мынандай бот. Осы аккаунтқа кіресіздер да ботты бастайсыздар. Бастаған кезде енді бұл боттың өзінің бір ережелері бар. Оған бір каналдарға тіркелу керексіз, тегін. Сол ботқа жаңағы скопировать еткен видеоның ссылкасын жібереміз.
Бұл сізден сұрайды, саған не керек? Видео ретінде жазу керек па, жоқ MP3 керек па деп. MP3 ол музыкасы. Мен MP3 деп таңдаймын. Және видео маған әнді жіберді. YouTube-тан өзіме әнді жүктеп алдым. Енді мына жоғарда тұрған жіберу деген нүктені көрдіңіздер ғой, мына кнопканы. Осы жіберу деген кнопканы басасыздар. Тағы да жіберуді басасыздар. Осы жерден біз CapCut-ты таңдаймыз. CapCut-қа импорт жасадық. Кейде мынандай кездер болады. Сіздің ол боттан алынған видео CapCut-қа жүктелінбей қалуы мүмкін. Ондай жағдайда бізде боттың екінші тағы бір түрі LY бот деген. Дәл солай LY ботқа біз ауыстырып жүре береміз. LY ботқа дәл сол ссылканы жіберемін. LY боттың да өзінің бір ережелері бар. Кейде LY боттан ән жазылмай қалуы мүмкін. Ол кезде біз качать ботқа кіреміз. Save your YouTube деген боттан кіреміз. Не болса мынаны жаздық. Үстін бастық. Мына нүктені бастық. Тағы да мына нүктені бастық та CapCut-қа жібердік. Енді бұл импорт болынды. Енді қараңыз, бізде қазір 8-9 секундтық бір әдемі видео пайда болды. Мынандай. Ары қарай не істейміз? Мына жерден видео біткенге дейін мынаны бүйтіп сохранять етсеңіз, өзіңізге сақтасаңыз, бұл видео 17 секундтан кейін қараңғы болып тұрады. Сол үшін мына соңын алып келеміз. Тағы да музыкамызды таңдаймыз. Музыканы таңдағанда бізде инструменттер шығады. Разделить кнопкасын басамыз да, астындағы музыканы алып өшіріп тастаймыз. Енді біз аламыз да мына скоростьті 0.50-ге қойдық. Сразу тұрамыз да плавнее деген, сделать плавнее деген басып, более высокое качество қоямыз. Бұл не деген сөз? Искусственный интеллект сіздің жетіспейтін кадрларыңызды өзі салып береді. Яғни мынандай бір қатып қалған кадрлар болмайды. Бүгін біз сіздермен 4 секундтық видеодан 9 секундтық видеоны қалай сапалы түрде алуды, YouTube-тан әнді жүктеп, видеоға қосуды үйрендік. Ең қарапайым жолдардан бастап жатырмыз. Мынаны үйренбесеңіз, келесі сабақтар сізге түсініксіз болады, сізге қиын болады. Сол үшін тәртіпті алып, дәл қазір практика жасап, осыны қолыңызды үйретіп алыңыз. Енді ары қарай 9 секундтан аламыз, музыканы таңдаймыз, разделить кнопкасын басамыз, кесеміз, мынаны да таңдаймыз да кесеміз. Бұл бізде бірінші видеомыз дайын. Мына жоғардағы нүктені кнопканы басып, видеомызды экспорт жасасақ болады. Келесі сабақтарда кездескенше міндетті түрде практика жасаңыз. Егер сен практика жасамасаң, сен ешқандай нәтиже ала алмайсың.